Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге пайдалы channel арнасы. Бүгінгі видеода қадір түнін қалай өткізу керек, осы жөнінде айтамын. Қадір түні қай күнге жасырылған? Бұл түн Рамазан айының соңғы 10 күнінің бірінде болады, яғни 10 түннің біріне жасырылған дейді. Ғалымдардың айтуынша, жұп күннен тақ күнге өткен түн қадір түні болмақ. Яғни Рамазан айының соңғы 10 күндігіндегі тақ күндерді назарда ұстаған жөн. Ал мұндай күндердің саны 5, ал 27-ші түн қадір түні болуы ең ықтимал түн. Бұл түнде қасиетті Құран кәрім түскен. Осы түні жасалған ғибадаттың 1000 айға, яғни 83 жылға тең болуына байланысты, мұсылмандар Рамазан айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізуге тырысады. 5 мағынасы. Құран кәрім түскен түн. Құрметті, ардақты. Бұл түні мұсылман баласы барынша көп құлшылық жасап, жаратушыға мінәжат етеді. Құран кәрімді оқып, қателік күнәлар үшін кешірім сұрайды. Ал қадір түнін дәл осындай ізгі амалдармен өткізген адам жаратушы алдында құрметті әрі ардақты болады. Таршылық. Бұл түні аспаннан жерге түсетін періштелердің көптігі соншалық, оларға жердің өзі таршылық етеді. Демек, бұл қадір түніндегі періштелердің көптігін көрсетеді. Ұлық түн, тағдыр бекітілген түн. Жаратушы осы түні пенделерінің 1 жылдық тағдырын бекітеді. Сондай-ақ 1 жыл ішіндегі табиғат құбылыстарын, жақсылық пен жамандықты, өмірге келетін һәм өмірден өтетін адамдардың мезгілін бекітеді. Қадір түнінде тағдыр тақтасына құлшылықтағы құлдардың тілектері тоқылып, алдағы 1 жылға қатысты үкімдер бекітіледі. Ерекшеліктері қандай? Қадір түнінің мағыналарымен қоса, басқа түндерден ерекшеліктері де бар. Қадір түнінде қасиетті Құран кәрімнің түсірілуі, ұлық түн, басқа түндер қадір түніне сәйкес келмейді. Құлшылық түн, қадір түні тұтас бір ғұмырды қамтитын қасиетке ие. Бұл түнде шайтандар болмайды. Періштелердің бәрі Жәбірейілдің өзі Алла тағаланың қалауы бойынша жерге түсіріледі. Бұл түнде амандық, тыныштық салтанат құрады. Әсіресе иманды адамдар жамандық атаулыдан аулақ болады. Бұл түн береке кеші, иманмен және сауап тілеп намазда тұрумен өткізсе, өткен күнәлар кешіріледі. 1 жылдық тағдыр жазылады. Қалай өткізген дұрыс? Алланың ризашылығы үшін ғибадат жасап, намаз оқып, құлдық сезімдерімізді арттыру. Құран кәрім оқылып тыңдалып, түсінуге ынта қойып, Құран кәрімге сүйіспеншілікпен байланыстар орнату. Мұхаммед пайғамбарға салауат айтып, оның шапағат етуінен үміттеніп, оның үмметінен болған саналы түрде сезініп, оның жолын берік ұстану. Уағыз насихат тыңдап, сұхбаттар құрып, күнделікті күйбең тіршілік барысында жүрекке түскен кірбіңді жуып шайып, көңілге ұялаған кір мен күмәннан арылу. Жиі дұға жасау керек. Өйткені дұға адамды ұлы жаратушыға жақындататын дәнекер. Мұхаммед пайғамбар бұл түні көбінесе мына дұғаны жасаған. Аллахым, сен кешірімдісің, кешіруді сүйесің, мені кешіре көр. Қадір түннің күндізін де бейне кеш секілді өткізу. Қадір түнінің құрметіне бүкіл мұсылмандардың күнәларының кешіруін тілеу. Қадір түнінің жақсылыққа мұрындық болуын, достық пен бауырмашылдықты арттырып, ислам әлемінің бір тұтастығын және күллі адамзатты апаттардан сақта деп тілеу шарт. Шамасы жететін сомада садақа беріп, садақаның қабыл болуын сұрап дұға ету. Қадір түні ұйықтамау керек пе? Қадір түні күн батып, ауыз ашқан сәттен бастап таң ататын уақытқа дейін жалғасады. Сол себепті мүмкіндігінше ұйықтамаған дұрыс. Мақсат тек ұйықтамай ояу жүру емес, дұрысы дұға тілек жасап, ренжіткен адамдарды кешіріп, намаз оқып, садақа беру. Есік терезелерді ашып қою керек пе? Қадір түнінің құрметіне дастархан жаюдың қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп есік терезелерді ашып қою да қате түсінік. Бұл түн құлшылық түні. Алла сіздің дұға жасап, намазға жығылып, кешірімді, мейірімді адамға айналғаныңызды қалайды. Бұл түні сізді өзгеріп, мүлде жақсы адамға айналғаныңызды күтеді. Қадір түннен соң құлшылық жасамаса бола ма? Ислам ғұламаларының ешбірі қадір түнін құлшылықпен өткізуді 1000 айлық парыз құлшылықтың орнын толтырады демеген.
бұл дінді дұрыс түсінбеуден немесе діндегі міндетті парызды мойнына алғысы келмеуден туындап отырған жағдай. Өйткені діндегі 5 парыздың үкімі көптеген аят, хадистер негізінде нақты бекітілген. Ал қадір түнін құлшылықпен өткізудің үкімі мүстақаб, яғни ерікті амал. Жақсы ниетпен қадір түнін күзеткен адам Алланың қалауымен мол сауапқа бөленеді. Қадір түнін күзетпеген адам күнәһар болмайды. Қадір түнін күзеткен кісіге 1000 айдың сауабы беріледі деу 1000 айлық парыз құлшылығын орындамай-ақ қойса болады дегенді білдірмейді. Пітірді қадір түніне дейін беру керек пе? Оразаның пітір садақасын қадір түнінен бұрын немесе кейін берсін деген ереже жоқ. Халық арасында Рамазан айында қадір түні тағдыр жазылатын түн деп ерекше аталатын. Болған соң кейбір адамдар пітір садақамды осы қадір түніне дейін беріп тастайын, сөйтіп оразамды толықтырып қойған боламын, тағдырым қайта жазылса мойнымда қарызым болмасын деген сияқты оймен пітірді қадір түнінен бұрын береді деген пікір қалыптасқан болса керек. Дінде мұндай пікірдің негізі жоқ. Яғни пітірді қадір түніне дейін не кейін берген дұрыс деген сияқты ұстанымдар қате. Дегенмен пітір садақаны айт намазы басталмай тұрып берген жөн. Сол үшін ғалымдарымыз пітір садақасы Рамазан айы кіргеннен бастап ораза айт намазына дейін беріледі. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.